Саламатсыздар ма? Арнама қош келіпсіздер. Бүгін ешқандай таразысыз өлшемей осындай өте дәмді пирог дайындаймыз. Алдымен үлкендеу ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағамыз, үстінен жарты шай қасық тұз және 1 пиала құмшекер қосамыз. Грамдап есептегенде 250 грамм болып шығады. Тура 5 минут миксер көмегімен араластырып аламыз. Осындай жұмыртқалы массамыздың көлемі және түсі өзгерді. Дәл осы сәтте 1 пиалай айран қосамыз. Бөлме температурасында тұрған болу қажет. Жақсылап араластырып жіберіп, үстінен тура 2 пиала ұн қосамыз. 2-ге бөліп саламыз. 1 пиала ұнды салып, миксер көмегімен араластырып, ұнымыз жақсылап араласқан соң, 2-ші пиаладағы ұнымызды салып, тағы да миксер көмегімен араластырамыз. Ұнымызды жақсылап араластырып алдық. Үстінен осындай өсімдік майын саламыз жарты пиалай. Тағы да миксер көмегімен араластырып, миксерді тоқтата тұрып, үстіне 1 ас қасық ұн және ванилин қосамыз. Үстінен разрыхлитель 1 шай қасық толтырып салдым. Жақсылап араластырып жібереміз. Ұзақ араластырмаймыз. Миксер көмегімен 5-7 минут араластырдым. Мінекей осындай қою масса болу қажет. Қамырымыз дайындап алған соң 1 пиалай менде мұздатылған шие, үстінен 1 шай қасық крахмал салып араластырып, қамырға сала бастаймыз. Крахмал сасақ, сонда қатты су шығып кетпейді осындай жидектерімізді. Қалаған жидектеріңізді сасаңыздар болады, ол малина, смородина, немесе тағы да басқаларды сасаңыздар болады. Менде формам 22-ге 22, осындай стеклянный форма, ас жағына сарымайды. Жағып, үстіне қамырымызды құямыз. Қамырымызды құйып болған соң столда осындай шамалы 1-2 рет ұрып жібереміз. Үстінен тағы да осындай мұздатылған жидектерімізді салып шығамыз. Пирогымызды осындай қызып тұрған пешімізде 180 градуста тура жарты сағат пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіз пештеріңізге қараңыздар. Өте астына оты жоғары болып қалса, осындай сырты қатты қызарып, іші піспей қалады. Неке осылай тексеріп аламыз. Пирогым дайын. 2 сағат суытып аламын. 2 сағаттан соң үстіне осындай қант ұнтағын сеуіп, кесіп дастарханға тартамыз. Пирогымыз осыны дайын кезі араларын сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Өте жақсы көтеріліп және өте дәмді болып піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Пікірлеріңізді комментарийдің астына жазып қалдырыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларды өткізіп алмай көресіздер. Сіздермен бірге болған Диана, сау болыңыздар.